аңсаған жастар Алматы алаңына еркінен шыққан жоқ. Алдына мақсат қойып шықты. Ұлтшылдық, бұзақы, тәртіпсіздік ұйымдастырушылар деген жалғаннан ойлап тапқан жала бүкіл кеңес еліне таратты. Барлық алаңға жиналады дейді. Бізде барайық. Әлде біреулер қайдағы жоқ көбінді таққа қойып, қонаев адамды түсірмекші. Неге өлер алдыға қонақта қазақ басын Қазақшыларды көрдің бе? Ол көшеге бармасам, оларды қайдан көремін? Советскийді өлтірген сенсің ғой, иә? Жоқ, өлтірген жоқпын. Әлде біреулер сені ұрып жатқанды көріпті ғой. Олай болса мені сол адаммен беттестір, бұл өтірік жала. Ты дикарность несчастный, я тебе покажу жаланы. Қарай көр оны өтіріктен үшін. Рысқұлбек, тыңда. Сен Советскийді өлтірдім деп мойныңа аласың, сонда сен әкеңнің де, өзіңнің де жаның. Осыдан... Жолдас тергеуші, бұл жала ғой, өлтірмеген адамды өлтірдім деп қалай мойындаймын? Адам түгел тышқанды да өлтіріп көрген емес. Болды Рысқұлбек, қысқасы тыңда. Мына менің қолыма әкеңе 4 мың сом сұрап қоясың, бұл 1, 2, Советскийді өлтірдім деп мойныңа аласың. Қайнама қазақ қамышын, қарусыз шықты қаламда. Алыстан әскер алдырып, қырып салдау табандар. Сөйлесем даусым жетпейді, кез болдық мынау заманда. Шовинизм еді ғой, басты себеп жаңдауға. Сізді Ленин мен Мұстафа Шоқаймен кездескен дейді сол рас па? Ол менің ойымбесем шығып қайтесің. Ағатай, мен де еліме, халқыма көмектескім келеді. Пайдамды тигізсем деймін. Бірақ қалай екен білмеймін. Ей халқым, еліміз үшін етегімізді түрген екеміз. Бар алашқа арасақ, елдікке шақырып жүрген екеміз. Шешінген судан тайынбас, ойымыз бір, мақсат бір. Сорлы елімнің шіркін-ай, жырылған жағасын бүтіндеп, жыртылған туын көтерсек. Бар алаш болып қайтадан, ұрандап атқа қонсаңмын. Дүние дүр сілкінер еді деп айта аламын. Сонда менің болмас еді арманым, арнар едім сол өлімнің жолында. Мынау қысқа ғұмырымның қалғаны. Алдыңғы сот нәтижесі бойынша Қазақ КСР жоғарғы сотының сот мәжілісі залындағы ашық сот отырысында 1987 жылдың 25 мамырына дейін Қайрат Ноғайбалы Рысқұлбековті айыптау ісін қарай келіп, жоғарыда айтылған оқиғалардың негізінде Қазақ КСР қылмыстық істер жүргізу кодексінің 287, 299 және 301 баптарына сәйкес сот алқасы үкімді оқиды. Қайрат Ноғайбалы Рысқұлбеков кінәлі деп табылып, мынандай қылмыстық жазаға тартылсын. Қазақ КСР қылмыстық кодексінің 60 бабы бойынша 3 жылға бас бостандығынан, 65 бабы бойынша 15 жылға бас бостандығынан айыруға, Қазақ КСР қылмыстық кодексінің 171 бабы бойынша ең жоғарғы өлім жазасын атуға кесілсін. Рысқұлбеков, ақтық сөзің бар ма? Бар. Ақтық сөзің не деген? Бүгін қойды сот сұрақ. Айтамын оны халқыма, жоқ пиғыл менде жасыма. Кінәдан таза басым бар, 21 жасым бар, қасқалақтай қаным бар, бозторғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар, қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Қош аман бол артында, ағайын туған азамат, артында қалған атанам. Ел жұртым саған аманат. Osman
Айлы нұрды көңілге мұңды салды. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегіңде жоқ шермін. Кеше сенің келбетіңді арман қып боланына бұғауландық бас келдім. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Ой, еркіндік қош келдің. Өзегімді өрт көріған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмасам алтылаш, азаттығын қадіріңде жоғанда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған, саған, оған да. Бет бағдарым бақыға бұрғандарым, қаралы жолдардай боп қарауытып халқының мән есінде тұрғандары. Құрбандарым жазсыз құрбандарым, кеудемдегі қолын танып қозатқаным, тұншықса да түрмеде тозбаптаным, жазықсыз жапа шегіп болжағанда жалтақтап кеше барған боздақтаным. Түндіріп аспаннан, талай көзден жас тамған, түп қиялдан жау кейіп, қырғын соғыс басталған. Соғыс жамып аға іні бауырды, зар жылатты тыныш жатқан ауылды, әкесінен аяқты балам. Жылдар аралығында адамзат тарихында болмаған алапат соғыс кезінде өлім жолында жан қиған қазақ батырлары фашизмнен бүкіл адамзатты қорғап, ерекше ерлік көрсетті. Жүзге тарта қазақ қаһарманына КСРО-да Кеңес одағының батыры деген атақ берілді.